Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі бейнедәрісіміздің тақырыбы көркем мәтіндердегі лингвистикалық талдау. Бұл тақырып қазақ тіл білімінің ең маңызды әрі күрделі салаларының бірі болып саналады. Себебі көркем мәтін тек сөздердің жиынтығы емес, ол автордың дүниетанымы, ұлттық мәдениет, тарихи кезең, адамның ішкі психологиясы мен эстетикалық көзқарасының тіл арқылы тіл табу құбылысы болып табылады. Сондықтан көркем шығарманы лингвистикалық тұрғыдан талдау дегеніміз мәтіндердегі әрбір тілдік бірліктің қызметін, мағынасын, стильдік рөлін және идеялық жүктемесін ғылыми негізде зерттеу болып табылады. Көркем әдебиет адамзат мәдениетінің айнасы болып табылады. Әдеби шығарма арқылы біз белгілі бір халықтың рухани құндылықтарын, танымын, өмір салтын және тарихи санасын байқай аламыз. Ал осы көркем дүниенің терең мазмұнын ашуда лингвистикалық талдаудың орны ерекше болып табылады. Өйткені мәтіндегі әр сөз, әр сөйлем, әрбір дыбыстық құрылым белгілі бір көркемдік мақсатқа қызмет етеді. Жазушы сөзді кездейсоқ қолданбайды. Ол белгілі бір эмоция тудыру мақсатында, образ жасау немесе оқырманға әсер ету үшін тілдік құралдарды саналы түрде таңдайды және қолданады. Лингвистикалық талдау ең алдымен мәтіннің тілдік табиғатын түсіндіруге бағытталады. Онда фонетикалық, лексикалық, морфологиялық, синтаксистік және стилистикалық деңгейлер кешенді түрде қарастырылады. Әр деңгей мәтіннің мазмұны мен көркемдік ерекшелігін ашуға өзіндік үлес қосады. Ең алдымен фонетикалық талдауға тоқталайық. Фонетикалық талдау дегеніміз не? Онымен қалай жұмыс жасаймыз? Оны не үшін қолданамыз? Фонетикалық деңгей мәтіндегі дыбыстардың қолданысын, олардың эмоционалдық және экспрессивтік қызметін зерттейді. Кейде жазушы белгілі бір көңіл-күйді жеткізу үшін дыбыстардың қайталануын әдейі қолданады. Мысалы, қатаң дыбыстар арқылы қаталдықты, үрейді немесе күшті сезімді берсе, ал жұмсақ дыбыстар арқылы керісінше нәзіктік пен баяулықты көрсетуі мүмкін. Аллитерация мен ассонанс сияқты тәсілдер поэзияда ғана емес, прозада да ерекше әсер тудырады. Бұл құбылыстар мәтіннің әуезділігін күшейтіп, оқырман эмоциясына ықпал етеді. Келесі маңызды деңгей лексикалық талдау. Яғни біз білеміз, лексикалық талдау бұл сөздер жиынтығы. Мәтіннің негізгі мағыналық өзегі, себебі бізде мәтін сөйлемдерден, ал сөйлем сөздерден тұрады. Автор қолданған сөздердің шығу тегі, мағынасы, стильдік реңкі және контексттегі қызметі зерттеледі. Көркем шығармада синонимдер, антонимдер, амонимдер, фразеологизмдер, диалект сөздер, кәсіби лексика және көнерген сөздер жиі кездеседі. Бұлардың барлығы кейіпкерлердің мінезін ашуға көмектеседі. Мысалы, жазушы кейіпкердің әлеуметтік ортасын көрсету үшін қарапайым сөйлеу тілін қолдануы мүмкін. Ал тарихи роман авторы көнерген сөздерді енгізу арқылы белгілі бір дәуірдің атмосферасын жасайды. Сонымен қатар метафора, эпитет, теңеу, гипербола, метонимия сияқты бейнелеуіш құралдар мәтіннің көркемдік қуатын арттырады. Бұл тәсілдер тек әдемілік үшін емес, автордың идеясын тереңдету үшін қолданылады. Біздегі келесі лингвистикалық талдау түрі бір морфологиялық талдау. Морфологиялық талдау дегеніміз сөз таптарының мәтіндегі қызметін зерттейді. Мысалы, етістіктердің көп қолданылуы әрекеттің қарқындылығын көрсетсе, сын есімдердің жиілігі суреттеудің молдығын аңғартады. Кейбір шығармаларда автор қысқа, нақты етістіктерді пайдалану арқылы динамикалық қозғалыс жасайды. Ал баяндау сипатындағы мәтіндерде сын есімдер мен есім сөздер басылуы мүмкін. Бізде келесі талдау түрі бұл грамматикалық талдау. Грамматикалық формалардың да өзіндік стилистикалық қызметі бар. Мысалы, бері қарай кейіпкердің мінезіндегі өктемдікті білдіруі мүмкін.
Ал шарттырай адамның қандай да бір іс-әрекетке байланысты күмәнін, үмітін немесе психологиялық толғанысын көрсетеді. Демек, морфологиялық элементтер тек грамматикалық қызмет атқарып қоймай, мәтіннің эмоционалдық реңкін де қалыптастырады. Синтаксистік талдауда ерекше маңызды. Сөйлем құрылысы автор стилінің негізгі көрсеткіштерінің бірі болып есептеледі. Қысқа сөйлемдер көбінесе динамиканы, шиеленісті немесе эмоционалдық қысымды білдіреді. Ал ұзақ әрі күрделі сөйлемдер философиялық ойды баяндаудың баяу ырғағын немесе кейіпкердің ішкі монологын көрсетуі мүмкін. Жазушы инверсия, қайталама, риторикалық сұрақ, эллипсис сияқты синтаксистік тәсілдерді қолдану арқылы мәтіннің әсерлілігін күшейтеді. Мысалы, риторикалық сұрақтар оқырманды ойландыру мақсатында қолданылады. Ал қайталамалар белгілі бір ойды күшейтіп, эмоционалдық әсерді арттырады. Жалпы лингвистикалық талдауда стилистикалық аспект ерекше орын алады. Стиль автордың тілдік қолтаңбасы. Әр жазушының сөз таңдауында, сөйлем құрамында, бейнелеу тәсілдерінде өзіндік ерекшелік болады. Сондықтан стилистикалық талдау арқылы автордың дара ерекше стилі анықталады. Мысалы, кейбір авторлардың шығармаларында ұлттық колорит басым болса, енді біреулерінде психологиялық тереңдік ерекше көрінеді. Кей жазушылар қысқа әрі нақты жазуды ұнатса, басқалары күрделі философиялық ойларға құрылған сөйлемдерді жиі қолданады. Осындай ерекшеліктер автор стилін қалыптастырады. Көркем мәтінді талдауда контекст ұғымының маңызы да өте зор. Сөздің нақты мағынасы көп жағдайда контекст арқылы ашылады. Яғни көп сөздер ауыспалы мағынада қолданылуы мүмкін. Ал оның мағынасын ашу үшін біз контекстке назар аударамыз. Кейде бір сөз әртүрлі жағдайда мүлде басқа эмоцияға реңкке ие болуы мүмкін. Сондықтан мәтінді жеке сөйлемдерге бөліп емес, тұтас құрылым ретінде қарастыру қажет. Қазіргі тіл білімінде мәтінді антроцентристік бағытта зерттеу кеңінен дамып келеді. Бұл бағыт бойынша тіл адаммен, оның санасымен, мәдениетімен және дүниетанымымен тығыз байланысты қарастырылады. Яғни, көркем мәтінді талдау кезінде тек тілдік құрылым ғана емес, автор тұлғасы мен оқырман қабылдауы да ескеріледі. Сондай-ақ, когнитивтік лингвистика, прагмалингвистика, дискурс теориясы сияқты жаңа ғылыми бағыттар көркем мәтінді зерттеудің мүмкіндіктерін кеңейтті. Мысалы, когнитивтік талдау арқылы автордың әлемді қалай қабылдайтынын анықтауға болады. Ал прагматикалық талдау мәтіннің оқырманға әсер ету механизмдерін зерттейді. Қорыта айтқанда, көркем мәтінге лингвистикалық талдау жасау тек теориялық жұмыс емес. Ол оқырманның мәтінді терең түсіну қабілетін дамытады, сөздің астарлы мағынасын тануға үйретеді және әдеби талғамды қалыптастырады. Сонымен қатар, бұл талдау тіл мәдениетін дамытуда, әдеби шығармаларды ғылыми тұрғыдан бағалауда маңызды рөл атқарады.